Сыйлар сауыл керек, уже жемдерін беріп болды, астын тазалап. Желіндерін жуамыз. Кейде бір рет, кейде үш рет. Тыныш. Желін тазарғанша жуамыз. Сыйға. Так. Қойсаңыз бағы. Бұлардың мен туғандарында бар ғой уже. 4 ай 5 ай болып кетті уже. 4-5 ай болып кеткен. Сыйлар. Мынау мен тексерілген жоқ. Анау уже 2 айлық буаз, анау 2 айлық буаз. Ұрттанып қойған уже. Тексеріліп те қойған. Ağır pusтой mene. Неше түрлі комментарий кетеді ертең. Қаншасы беретінін білмеймін бірақ. Кеше ана жемге бір қосып алып келгенмін қосатын. Соны бергені бер жем жемей тұр 2 күннен бері сиырлар. Жақсы. Иісі бар да, соны иісінен етіп тұр. Сол үшін сыйлыққа араластырып беріп жатырмын жемді. Ата құры жемнің өзін беретінмін ғой. Бұл жолы. Үйренемей жатыр. Иә. Олар бір туғандарды алып қалдым. Былтырғы сиырлардың қыздары ғой барлығы. Барлығы сұрайды, былтырғы сиырлар қайда, былтырғы сиырлар қайда. Былтырғы сиырлардың жаңа поколениясы. Қыздары. А? F1, я. Желіндерін тазалықтарын қара. 2 жамбасы енді боққа тиеді, әңгіме жоқ. Бірақ желіндері таза. Ананда желінің таза боққа ашыланып жатқан жері жоқ ешқандай. Мына штор. Ең маңызды нәрселердің біреуі сиырды желін жуғаннан кейін оны күткізіп қоюға болмайды, сыра сау керек. Жаурамайды. Сразу автоматик ие бастайды. 6 секунд. 7 минутқа дейін окситоцин бөлінеді, 7 минуттан кейін бөлінбейді окситоцин. Одан кейін сауған сүт уже азая бастайды. Сол үшін жуамыз 6 секундта аппарат ілу керек. 1 минут ішінде. Чем ерте тез сау болған сайын сүтті жақсы береді, одан кейін сүт қайда артқа кетуі мүмкін обратно. Оның аты Айжұлдыз. Я. Какуля деген сияқты. Басында несі бар кішкене. Ағы бар да, ағы бар. Тыныштыр. А? Арлы өттегі сиыр, карате сиыр. Черный пояс кода. Адамға да байланысты уже нетіп қалғанымызда, 80 қалғанымызда. Сүті сосын молокоотдача деген несі характеристикасы болады. Сүтті жіберу жылдамдығы ше. Соған да байланысты. Ол сасоктың сфинктердің тесігіне де байланысты. Сфинктердің тесігі кең болса, сасара жібересі бар тез. Жіңішке болады кейбіреулердікі. Ол жай сызда үйнен шындай ақ береді. Олар ұзақ сауады. Бұл енді гибридтер 2 породаның молокоотдачасы мықты ғой. Швейцтің да, Голштейннің да. Әрине бұлар кері жақсы да, молоканың несі. Сүтті жіберу жылдамдығы. Тәуі ағып жатыр сүтін алып, баши. Танышы?
Oldu. Hazır aparat düşürüp geleyim. Soğuk bolgandan keyin желінің өзінің арнайы жағатыны бар, обработка жасайтын, сонымен жасаймыз. Құрамы хлоргексидин. Бактерияларды өлтіреді ғой. Желінде пайда болатын мастит туғызатын бактериялар өлтіреді. Өткенде бір кісі осыны көріп, сиырдың желінің сарысын көргем, қарасын көргем, мына көк желінде бірінші рет көріп тұрмын дейді ғой. Естественно, иә дедім, әзілдеп. Онда айтты, көрмеппін. Жүре берсең көре бересің деп қойды. Я соған құйып ана көрсетейін ғой. Әкелейінші ма? Маған бересің, жер жақ. Мынаның ішіне мусор түсіп кетті. Оны алмасаңшы, ана тұра берсін. Тұра берсін, сөз жүрген едем ғой мен. Мына 35-тік, мына 20 литрлік. Баяғы бой жоқ қыз ол. 20 шықпайды. 20 шықпайды, 18-19 шығып қалады. 20 шығу үшін толтыру керек. Маған бетіне кетті ғой. Так, оны тұра тұрсын, мен сиыр сауайын. Бүгін жарты сағатқа кеш сауы болды. Тұр. Бұның аты Фиона емес дейді. Мен айтам, Фиона емес, Пиона бұның аты. А? Я гүлдің атына қойылған да ол. Шілектердің аты емес, я. Бұның туғаны еще ұзақта болды одан да. Бір туған. Барлығы бір тума. 2-3 туғандар жоқ, қалмады олар. Ауыстырдым бәрін бірінші тумаға. Қыздары қалды. Аналарын ұзатып жедім ғой. Болды, алды қара. Ya. Екі аппараттық сиырлар болады. Тыныш. Ол тыныш тұр. Бұның желіні артынан қатты білмейді. Бұның желіні алға қарай шыққан. Алды кең да. Алдынан көрсең болады, астынан көрсең. Жаңан жүр бұлай қарай. Алдына қарай кеткен. Бір туған. Боқ нейді бас кетті. Сиырлар 2 жасында туады. 1 жас 13 айында ұрықтанады. Қонажындарым. 2 жасында сиыр туады уже. 3-ке келгенде 2-ші ұзағын туады. Бұрындағыдай қазір күтіп отыру деген жоқ. 2 жасқа келіп ұрықтандыру деген ол уже племенной сиырда брак считается. Тартип туғаннан кейін ол проблемасы бар деп. Сол үшін жастайынан туған сиыр. А өсуі бойы деген ол породаға байланысты, екінші жем-шөпке байланысты. Чем жақсы кормить еткен сайын 13 айда уже саған керекті весті жинайды. 380-400 килограммды ұрықтасаң, сиырың осылай үлкен болады. Сүті де жақсы береді. А біздің көп кісілер дұрыс кормление жасамайды да, азықтандыру дұрыс емес. Содан кейін 2 жаста олар 1 жастың салмағына енді жетеді. А негізі олардың суточный привесі 850 күн 1 килоға дейін бару керек қой. 1 килограммдан жинаса жақсы вес. 365 күнде 365 килограмм жинайды. Плюс өзінің туылғандағы весі 35-40 килограмм.
Сонымен 1 жасында ол ұрықтануға келіп тұрады дайын. Сол үшін жем шөп аямаймыз, сиырды, витаминді бұзау өсіруде. Толық бәрін береміз. Ол тыныш күйін аямай жүрдік, қанша уақыт. Өтіп кеткен кезде көреміз, өтіп кеткенде көреміз. Осы жолы секіргенді көріп, ұрықтандырып. Ол жақында ұрықтандырып, 3-4 күн бұрын ғана. Осы қайдың 4 күйін өтіп кеткен кезде бірақ көреміз. Өткен кезде. Секірмейді да, сол секірмегенін білмейсің. Бұл жолы секіріп, басқа сиырлар болған. Көрсеттік признагын күйлеп тұрған. Сразу ұрықтандырдық. Аямай жүргенбіз. Негізі сүті көп сиырларда тихий охота деген болады. Сиырлар секірмейді. Бірақ күй өте береді. Кейде сиырлардың характер болғанды жақсы деп ойлайсың сонда. Күйлеген кезде күйін көрсетеді. Характер жоқ сиыр сондай. Тыптан өтседі. Ашулану жоқ та. Аманшылық болса ұрықтадық қой, келесі жылы күзде туады мыналардың барлығы. Уже бітті. Где-то 1 литрға артық берді ол ана сиырда. Енді сүт бездері жақсы дамыған шығар оларыңке. Кей кезде бір жоба болып қалады, барлығы бірдей беріп қалады. Сол бір жоба ғой, ол да, по-моему. Көп жағдайда негізі литражбен артық береді ол бәрібір. Bir 2 litrға. Хлоргексидин. Адам медицинасыз қолданады. Жаралар түзеді. Жараларды обработ жасайды. Раналарды. Бактерияны өлтіретін. О, біздің енді ерге додай. Жоқ. Барлығы бір жоба. 1 литр, 2 литр ғана. Эй. Кейде бұл сүйер жатып тауасың. Қонға жатып алады. Артың аяғы көтеріліп тұрады, алдың аяғымен жатып алады. Сөйтіп тауа бересің. Иқа. Мына жағынан тұрды. Машина сияқты бұзық қой өзі. Атын көрдің ба? Тыныш. Атына заты сай машина сияқты бұзық өзі. Түсіріп жатсың ба?
Татпа саламыз бұл сиырға. Ат сияқты жекпесек, бұл сиыр саудырмайды. Жауса жауыла берсін. Жауылатын колонка емес, тамыр ғой ол. Тамыр деген терінің арасына қарай кіріп кетеді. Қан айналатын кезде тоқтап қалмайды, қан айналмай. Кір босаған кейін қайта айналады тамыр. Сенің артына кадрдан тыс нелерді қойып қойсайшы. Авторы еще деген жерге кадрдан тыс кадрлар деп пе не оқиғалар деп. Болды, ей. Шешпей қояқшы екеуміз енді. Тістейді кәдімгідей. Иіп жатыр ғой. Екі аяғына көтер алмайды да, аяқ тіп жаққа жетеді, аяқ алдыңғы басына жетеді ол. Ішін бүйтіп жинап тұрады да, ыңғайсыз болады деу. Желінің қызығы болады кейбір сиырлардың. Характері бар еще. Жоқ, бұзауларына, характер берілген кезде. Адам мінез сияқты мінез бар ғой. Бұл да бірінші тума. Екінші рет ана ата-анады Құдай бұйыртса. Августте. Tampoco.